Назарларыңызға осындай үй жағдайында дайын болатын қазан кебаб тамағын ұсынғалы отырмын. Өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Рецептім ұнаса лайк қойып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Алдымен қызып тұрған майымызға осылай бүтіндей картоплымызды жақсылап қызартып, жан-жағынан қуырып аламыз. Картоплымыз қуырылып дайындалып жатқанда Гүлханымға роза нан орамасын жасаймыз. Соған қамырымызды дайындайтын боламыз. Қамырымызға тұз, жұмыртқа, су құйып, эластичный қамыр илеп дайындайтын боламыз. Картоплымыз осылай қызарып қуырған соң түсіріп аламыз. Майымызға енді картоплымызды алған соң үстіп етімізді саламыз. Қой еті болған жақсы, тез піседі, әрі өте дәмді, сочный болып шығады. Осылай еттерімізді қызартып қуырып аламыз. Етімізді түсіріп алған соң, осылай қазанымыздан артық майды құйып алып, жуамызды, чесногымызды қуырмаштап, үстіне болгар бұрышын салып, азғантай қуырып аламыз. Үстінен етімізді орналастырып, оған паприка, қара бұрыш, тұз салып, әртүрлі дәмдеуіштерді сепсеңіз де болады. Үстіне картоптарымызды салып, бетін жауып, астын азайтып, бұқтырып пісіреміз. Соның арасында қамырымызды жайып аламыз. Жұғалатып, бешбармақтың нанын жайғандай қылып, нанымызды жаямыз. Тура видеодағыдай ұзынша кесіп, май жағып ортасына үткіштен өткізілген жуамен сәбізімізді осы нанымыздың ортасына жағып шығамыз. Осылай орналастырғасын ортасынан осылай бүктеп, орап, роза гүлінің формасын береміз. Қатты ұзын болып кетіп жатса, осылай ортасынан бөлсеңіздер болады. Қатты үлкеннен гөрі осындай шағын болғаны әдемі көрінеді піскенде. Дайын болған Гүлханымды осылай бұқтырылып пісіп жатқан тамағымыздың үстіне салып, ары қарай 1 сағат пісіріп аламыз. Осымен тамағымыз дайын болды. Тарелкамызға осылай салып, орналастырып аламыз. Көкжуа, укроп сеуіп берсеңіз болады. Өте дәмді болып шығады. Сізде дайындап көріңіз. Рецептім ұнаса каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк қойып қолдап кетіңіздер. Ас болсын.